шоқтырмай, тұмсықлыға шоқтырмай қызымызды осы дәрежеге әкелген қызымыздың анасына сөз нәубеті беріледі. Аппақ либасларға бөленген қызым, тағдырыңе жазған өзге үй қызым, маңайың болсын деп тілеймен бүгін, ақ сүтіне ырза бол анаңның қызым. Неге бүгін әрбір қыз бала ата-ананың ақ дуасын алып, шын үйіне ұзатылу алдына тұрды. Міне бүгін сенген асқар тауы сіз боласыз анасы енді қызымыздың. Қызымыз ұзатылар алдында, шын үйіне кетер алдында әрбір ана жүрегінен шыққан ақ патиясын береді. Бүгін міне Арзыгүл қызымызды күйеу баламызға аманат етер екенбіз. Өз-өзінің жүрегіңізден шыққан ақ тілегіңізді білдіріп, қызымызға арналған ажар қосқылары менен соңынан қызымызды күйеу баламызға аманат етеміз. Бүгін қызым өмір соқпағына созылып жатқан екен, 2 жас бақытты болсын. Ата-енесіне адал қызметті берсін. Әр уақытта ойлаған армандарына жете берсін. Үбірлі-шүбірлі болсын. Бақытты болсын 2 жас. Әмеңізге де айтуы, міне, келіп атырсызға бәріңізге рахмет. Айтуы, әмеңізге де денсаулық тілеймін. Рахмет, анасының көзіне келіп атырған жастары бұл әлбетте қуаныш жастары. Ешбір анаға аңсат емес, осы уақытқа жеткен өз перзентін жанында сақлап, өзге шаңыраққа ұзатып салу. Ұзатайын өзіңді сіңлім, болар екен өмірің қандай, ата-анаңның үмітін ақла, керек есін құлатып алмай, бір алам өзіңді қоласын қызым, өмірде бақ гүлің солмасын қызым, ұзатылып барасаң өскен ұяңнан, ұша біл қанатың талмасын қызым. Мінекей бүгін Арзыгүл сіңлім балалық пенен туған шаңырақ пенен қосыласып, бүгіннен баслап шын үйіңе қадам тастайсың. Әрбір шаңырақта қыз ұзатылғанда жасылкен аға апаларымыздың, аналарымыздың берген ақ патиялары қабыл болады дейді. Мінекей Арзыгүл сіңлім бүгін сізге ақ патия беріліп атырған екен. Осы аға апаларының патиялары Алла дәргайында қабыл болсын деп қаламыз. Және де Мақсым ағамыз қызымызға ақ патия береміз. Жасылкен Мақсым ағаларымыздың берген ақ патиялары Алла дәргайында қабыл болсын. Некей Арзыгүл сіңлім, бүгіннен бастап шын үйіңе қадам тастар екенсең, барған шаңырағыңда сол шаңырақтың босағасын оң аяғыңменен атлағайсың. Сол кезде сол шаңыраққа үлкен бақыт, үлкен берекет алып бересің. Ал Арзыгүл сіңлім, бұл шаңырақтан барған соң сізді ол жерде сынайды. Сол сынақлардан сүрінбей өту үшін өмірде сабырлы болып, анаңның берген тәрбиясын барған шаңырағыңда қызметің менен көрсеткейсің. Әрбір шаңырақта қыз бала дүнияға келсе, бұл дәулетінің тасқаны дейді. Неке бүгін анаңыздың дәулетлі һәмде мейірімлі қызларының бірі болып, осы шаңырақта камалға келдіңіз. Енді барған жеріңде сізді сынайды. Сол сынақлардан сүрінбей өтуге әрекет етіп, анаңның жүзі жоғары болсын десең, барған шаңырағыңда қызметтің дүзу болсын. Әр уақыт қайын ата қайненеңді сыйлағайсың, ал онан соң өмірлік жолдасыңды сыйлағайсың. Неге күйеу бала сізге айтарымыз, міне бүгін анасы Арзыгүл қызымызды сіздің шаңыраққа аманат етуде. Әрбір қыз бала ұзатылғанда күйеу балаға аманат етіп тапсырады. Себебі сіз шаңырағыңызда өз апаларыңызды, өз қарындастарыңызды қандай хүрмет етіп көретұғын болсаңыз, осы қызымызды ендігі жағында қоллап қуатлап, көзінен жас ақтырмау енді сіздің қолыңызда. Екеуіңіз міне бүгін тұрмыс атлы гүзар жолға қадам тастап атырсыз. Тұрмыстың ойлы қырлы соқпақлары болады. Арзыгүл сіңлім, әрбір шаңырақтың бары жоғына көнуге қыз бала шыдамлы болу керек. Соның үшін күйеу бала міне тұрмыс атлы гүзар жолда сүрінбей өту үшін екеуіңіз сабырлы болғайсыз. Ал Арзыгүл сіңлім, барған шаңырағыңда бірінші болып қайын ата қайненеңді сыйлағайсың, ал онан соң күйеу баламызды сыйлағайсың. Әрбір шаңырақта ер азаматтың орны ұлы болады. Соның үшін күйеу баламыздың тапқанына қанағат етіп жасауды үйренгейсің. Міне бүгін анаңыз сізді ешкімнен кем қылмайын деп аужарлар айттырып,
Сауға саламларын беріп сізді ұзатып атырыпты. Бұл ұзатылу әр бір қыз баласының арманы болады. Некеге жақсы бір дәстүрлерге айланған бұл қыз ер жетсе, сол шаңыраққа күйеу баламыздың нәзері түсіп қызды сорап келіп, сырға салып ұзатып алу бір ең жақсы дәстүрлердің бірі. Осы хаужарлар менен ұзатылу сізге несіп еткен екен. Енді барған шаңырағында тастай батып, судай сіңіп, осы шаңыраққа келетұғын болсаң, қайната қайненеңнің соңынан күйеу баламыздың ұрқсаты менен осы үйге келіп кеткейсің. Барған жеріңде өніп өсіп, өбірлі шүбірлі болып, ата-аналарыңыздың етеклерін ұл қызларға толтырғайсыз. Неге күйеу бала сіз тәрепте беріліп атырған тойлар оң болсын, ендігі жағында ата-аналарыңыздың арзу арманларын орындау сіздердің қолыңызда. Екеуіңіз ата-анаңызды қандай сыйласаңыз, ертеңгі күні перзенттеріңіз сізді сондай сыйлайды. Соның үшін ауызбіршілі болуға әрекет еткейсіз. Ендігі нәубет қызымызға арналған хаужар қосығына беріледі. Хаужар қосығы уақытында жасылкөн аналарымыз қызымыздың маңлайынан сүйеміз. Соңынан туған туысқанлар қызымыздың достары қызымызбенен көрісіп, қызымызды шын үйіне ұзатып саламыз. Құрылатын шымылды, тана болар ай қызым, барған жерде қайненең ана